тамақ істеу басталды ғой. Мына берші маған, қолыма киіп алайыншы печат. Печат киіп алыңыз, мен сіз. Мынасында Өткенде маған TikTokта комментарийде жазды ғой. не деп? Қолдарың таза ма, қолбақ киіп алмайсыңдар ма? Печат киіп алып жатыр. Қолымыз таза ғой. Айта отырыңыз рецептерін аға. Ал чеснок, укроп, Сосын болгар перец, иә? перец, қызыл, сарысы, көбі, помидор, томат, уксус, сарағаш. Звезда поляға бара ма? Бір звезда полиға келеді. Әнші дейді, мықты танымал. Кім екенін айтпады бірақ. Енді Қара бұрыш. Болды. Қара бұрыш. Қостық. енді сарағаш. Сарағаш. Газ берген сарағаш. Су құясың. 2 аджика кетті. Аха, бұл тілу керек па? Мынадай тілгілеп істейміз осындай. Ал полядамыз ағалар. Не болып жатыр? Не түсіндіріп беріңіз десін. Не болып жатыр бұл? Қата план қандай қазір? План, в общем, мына жерде тегістеп алдық. Ана Рамазан дейтін ағамыздың тракторын сұрап алып. Мына жерге палатка құрылады. Аппаратура құрылады. Кәдімгідей музыка. Музыкалық аппаратура құрылады. Кәдімгі ресторанда не нәрсе бар? Соны Официанттар келеді деймін. Официант келеді. Еще біздің официантымызды Ерекше официант па? ойбай, ол кәдімгі түрі бар. Сондай бір Алматыдан алдырып отырған официантты да. Қыздар ма, балдар ма? Ұлдар. Ұл. Сөйтіп бүгін қойды пісіреміз ғой жаңа мариновать еткен. Иә. Құдай қалса шұңғырға апарып. Ана Очақ olur. әйелдер біз өзіміз бір 4-5 қой жеп тастадық қой негізі. Иә. Соны байғұс әйелдеріміз жемеді. Сендер өздерің жей бересіңдер, біз байғұс Жаңа үйде. келетін әнші де сұрап жатыр деген ғой, сол қойды. Ол да сұрады, аға сол қойды жесек бола ма деп. Сонымен Жәкеңнің дайындауымен жасалайын деп тұрған қой. Дәмді болады. Мына полияда құр қаныңның өзі айналып отырған бір түрлі екен. Әше айналып тұрып циркуляция болып тұрғаны ма? Андай дым сөйлей алмайды екенбіз. Бір 2 сағаттан кейін келсеңіз, сөз бермейміз, камераның ішіне кіріп сөйлеп. Қалай болып отыр? Дайындық жаман емес. Шүкір, тамаша, керемет. Ауа райы да өте керемет. Бұндай 8 март поздравление болмаған ғой ешқай жерде. Ешқай жерде болмаған. Біздің әйелдердің өзі қазір таң қалып қалады. Ойбай деп. Әйеліңіз айттыңыз ба келсін деп? Шақырдыңыз, иә? Шақырдым. Полияға келесіңдер дедім. Неге деп. Біз сағат 1-ге дейін тамағымыз жеп, ыдыстарды бәрін бүлдіріп, осы жерге қалдырамыз, сендер келіп солар жуып шайып бересіңдер. Алдық қойдыңыз. Настроениесі келейін деп тұр да, настроениесі көтерілейін деп тұр. Осы жерге келіп, настроениесі көтеріп, деп Палатка құрылады, иә қазір? Мына жерге палатка құрылады. Қалайсыз, көңіл-күй қалай? Бүгін праздник. Иә, келіншектеріміз құттықтаймыз қазір. Палатка құрып жатқан жайымыз бар. Жеңгеміз шақырдыңыз ғой? Шақырғам, жұмыстан қол тимейді оның бүгін. Бұл кимей ма? Мә, аға, қаладан қыз алдырды. Жеңгеме түс туралы айттыңыз ба? Саған көрем деп жатқан бірақ. Саған көрсін, айтыңыз аға звондап, иә, бірдеме. Бүкіл жеңгелеріміз болады, сіздің де жеңгеміз болу керек қой. Түс туралы айттыңыз ба? Айттым. Не дейді, қуанды ма? Қуанып жатыр, басқа не қылады. Болды, онда ана жақта от жағылып жатыр қанат ағалар. Сіздер мына жақта палатка құрып жатырсыздар. Сәттілік, қазір сәлден кейін келеміз, иә? Болды. Алдындағы яма ма? Иә, алдындағы біз қойып пісірген, сіз барсыз ғой сол. Оны көміп кетіп едік қой біз. Жоқ, көмген жоқ біз. Торда бетін жауып кетеміз просто. Өткен тағы да қойып пісіретімізді білдік қой сол кезде. Енді қазір бұған бүкіл отты салып, жағып, дайындаймыз, иә. Дайындаймыз, иә. Құдай қаласа ана балды палатка құрамыз. В общем, келіншектерімізді біз бірге шақырғанбыз ғой, соған үлгеруіміз керек. Сағат 1-ге? Сағат Уже салу керек қой онда. Салам, үлгереміз. 12:30 болды ғой. Қазір шоқ қыламыз ғой. Бастаймыз. Болды. Онда жағамыз қазір. Қарлатып. Онда қазір
бастағанын көрсетеміз. Болды, иә? кеттік. Кеттік олай болсын. Бәке, келіншегім не келмейді? Келіншегіңіз? Неде? Босамайын дейді. Бірде тамақ берем дейді. Бірде босаймын дейді. Босасам. Бірден кейін. Бірден кейін керек емес уже бізге. Садикте. Я мен айттым онан кейін болмайды. Бірде кімге тамақ береді? Садикте балдарға. Қазір беріп кетсін да. Как раз өзі бірде келмей ма? Бірде келсе болды ғой, ровно бірде. Кетші ана жаққа приколыңды айта берме. Миымды ашты. Контроль ұстап жүрсіз ба? А? Чисто контроль, да? Таза контроль. Мен өзім қарап отпасам ше бұлар істемейді. Титанға су құйып, ананы қоттап жіберейік та. Жыл су керек па? Жыл су керек па? Ыдыс аяқ не жууға керек болады су. Қарағанша оценка бер. Дейді жалғасы. Не аға не уайымдап жүрсіз? Не болды? Не уайымдап жүр аға? Әншілер келе ма деп айтып жатырмын. Жаңа бір танымал әншілер келеді деді. Айтқан жоқ қой. Бұның арасында әзілдейтіні бар. Жігіттер ойнап айта салғанмын деп. Сіз әйелдеріңіз үшін келе ма келмей қорықпай уайымдамайсыз ба? Әйелдеріміз келген кезде әншілер болғаны дұрыс қой негізі. Әйелдерінде емес, әншілерді уайымдап жүрсің ғой да. Әншілер келген жақсы ғой негізі. Сен де білмейсің ба қандай әнші келеді? Мен білем. Білесің ба? Айтпаймын. Айтпайсың ба? Келген кезде бірақ білеміз ба? Келген кезде бірақ білесіз. Ал ағалар, мынау бір күн бойы осылай тұрды, иә? Кешегі мариновать етілген қойды кеше өйстіп орап тастадық. Енді ашып шоққа дайындап жатырмық міне салуға. Сасып кетпесіне әйтеуір, бірақ қатты орапсыңдар ғой. Ана иісін көрдің бе? Иісі. Ресторандағыдай орапсыздар ғой, иә? Иісін көрсе кеп, кім оразасын бар ақош кеш. Астында сөл жатыр қараңыз. Жата берсін. Да сөлін төгіп алмай. Тұра берсін, соус қой қазір. Анау неге? Нан батырып жейсің. Сауыс? Соус. Мен біраз әңгіме. Сауысқан десей. Қолынан көтеріп жүріңдер. Аға, неге фольгаға орап жатыр? Ау, Неге фольгаға орап жатыр? қазір баклажканың үстіне қоямыз ғой. Былай жатқыз, былай жатқыз. Сыртында бола ма? Жасыла берсін. Неге орап жатыр фольгаға? На ыстық шоққа тастаймыз ғой қазір. На фольгадан күйдірмейді. Дәл осылайынан өзінің ішіндегі буымен піседі ғой. Фольгадан фольгаға. Фольганы салмасаң, кешегі тапанан сияқты болады. Енді фольга көп болып кетті. Дәл солай қой шықпасын. Алдында мына жерінде ең бірінші істеген кезімізде. Сәкен араға байлағанымыз білесің ба? Мынандай жеріне байлағанбыз ғой, мына жер енді күйгеннен кейін тез піседі ғой. Төрт аяғына байлап іліп қойғанбыз ғой. Ашып қалсақ қой 3 аяқ жерде жатыр. Бір аяқ бүйтіп жатыр ғой байым. Мынаны мықтап байламаса аяғын. Қанат айтты ғой, пішкелеп жатты деп, сондай болады. Негізі бар ғой. Жұмыртқа қуырып жей салған оңай ше негізі. Дәуренді бүгін қинадыңдар өсіңдер, иә? Дәурен қаяқтасың? Жаным, Дәурен Тағы оянады. бір сымды алып берген жерін. Үнсіз жүр ғой. Кеше мешітте арқырап отыр еді ғой. Бір ағамыз айтады, жаяумейін дешті. Палаткаға той жасаймын 2015-те. Үй жақта ғой, иә. Жақтап. Енді қараса, әншілерден 9 ба 10 ба әнші келеді ғой. Өмірқұл, Капкарашка, Ернар Айдар, Төреғали, ойбай, Ғаділбек, Жанай. Палаткада той, ойлашы, 700 адам кіріп шығып жатыр. Енді ана жер көкшаң ғой. Мен өз трикомен жүрмше, бір қарасам жалғас. Ақ көйлек, қара шалбар, менше, қора жақта зекіріп келе жатыр ғой. Бір кезде жалғасын әйел айтады. Сен официант болайын деп отырсың ба? Құрыш! Жан-жағына қарады. Бәрі футболка бірдеңемен жүр ғой. Бәрі қарасаң жалғас көтер. Осы киіммен келді ғой, жазда. Көтеріңдерші, астын көр жүрейін. Әдемі жігіттер осы, тамаша. Мынандай жерлер Визалка қайда, визалка? Міне визалка. Бір орап жүрейін. Әйелдерімізге сонша мақтанып берген кезде бәрінен жеп болғаннан кейін ауыздар қан-қан болып қайтып баратса. Тас көсті берші. Тас көсті болғанда саған визалка беріп жатыр. Сым дейтін еді, визалка деп сөйлеп жатсыңдар ғой жалғасын. Әшейінде сым, қарасым, сарысым. Ал кеттік ал балдар. Ей, сыммен ораңдар. Болды, нормально, әдемі. Жақсы адам еді. Керек жоқ, кәрілік жүр. Ұрыспаңыздаршы. Сен былай жүр. Қанат маған қарай жүр. Ұзын ғой сендер жақ, мына жаққа қояйық та. Дәл осылай. Жарықтық.
бля анау тиіп қалады. Қой. Шоққа түсіп қалса шоққа тиіп. Нормально. Қатты тиіп тұрған жоқ. Қатты тиіп тұр. Тиіп тұрған жоқ. Қатты тиіп тұр. Ананы бүйтіп ойып ашайық та жалғасқа күйет. Айтқан түсіндер тапанан болады өткендегідей. Мына жерде тағы бір листі бар еді ғой. На жектерге сал, жектерге. Дәурен, сен яқа полиганың үстіне топырақ салып тұршы кел. Мақар кездей киноға түсесің ба? Ана буды іштегі ыстықты жібермейді ғой нау деген. Топырақ түспейді. Қанат аға, мына ашпаймыз енді, иә? Ашпайсың. Осылай тұрады да қазір, Әлі иә? бір салып жүрші. Мына жерді қазамызда астына бір жанынан бүйтіп қарап қоямыз. Тағас, тесік жерге саш, тесік жерге. Не әкел, қарағай отын әкел. Дәурен отын әкелсін. Ой, міне. Ашайын ба? Жоқ. Қаппен сала сал. Шашпа, қаппен қоя сал. Болды енді осыны өртеңдер. Өртеңдерден онта көм, оның үстінде өртеңдер. Достар жүрсін қайда, бірге де қой жанымыз. Еске алысып осындайда, келші қайып бәріміз. Так, ағалар, біз қазір ағаш салып жатырмыз, иә? Дайындап жатырмыз. Ағашпен қазір осы салып от жағамыз. Мен бастау керек, тез келіншектерімізге үлгеруіміз керек. Ол кісілер боянып келе ма? Айтпақшы, боянып, дайындалып келе ма? Көйлекпен. Қалай келетін көреміз қазір. Білмейсіздер ма? Барлықтарыңыз келіншектеріңіз келеді ма? Мен айтқан жоқпын оған. Брадан қалай айтты? Құпия болсын да? Оқа, брадан қалаға кетіп қалса ше шаруаларымен. Мен шақ етпейді ол. Уай, не деген. Болды, қазір от жанады. Дәл қазір жағасыздар ма? Жағамыз. Болды, күтейік онда сразу жаққан. Ал жалғасыға үстіне от жанды. Қарағай отынды жақтық көрдің ғой, қызуы қалай болып жатқан. Иә, әдемі. Жақсы жанып жатыр. Енді бұны ашпай, дәл осылай қанша уақыт? Жағамыз әлі 4,5 сағаттай деді, жаңа нешеде салдық, сағатқа қарамаппыз. Мен салдым 11 бірдеме болды. Я соны есептеп отырайық. Өйткені 4,5 сағатта піседі, тушенка болады ғой. Дәмі зор, дәмді болады. Аға, не болып жатыр? Ой, бізде дайындық. Қанат досым кетті жаңа. Қайда? Ауылға барып, жаңағы бір әнші танымал адам келеді деді ғой. Иә. Соны әкелем деді, оның кім екенін білмейміз. Сосын біздің келіншектерімізді алып келеді, машинамен барып. Біз соларға ана дастархан дайындап жатырмық, ана тарелкаларды ашып. Салат пе ана, осы жерге. Жігіттер мына вазны қойыңдар мына ортаға. Соны саламыз, фрукты саламыз, шай ішетін, олардың бәрін өзіміз өз қолымызбен жасайын деп жатырмық. Еще қой келеді. Еще артынан шайдан кейін қой келеді ғой. Шайдан кейін қой ма не? Бірінші қазір кесін супу шай, сосын қойды. Екі дастархан десеңізші. Кім қандай салат жақсы көреді? Әйеліңіз, Дәке? Әйеліңіз қандай салат жақсы көреді? Атын бірдеңе деген салат бар. Ол бүгін бола ма? Ұмытып тұрмын. Бүгін алдыңызда Бүгін осы жерде болайын деп тұрасың. Қалай саға көңіл ғой? 8 март. Алдына қойып, ыдыстардың. Өзіміздің лишний өзіміз ғана ғой, әдемі отырамыз ғой, Бұда әдемілеп дайындап қоясыз, бұда. Ортаға жібереміз, өткені салат саламыз ғой. Наға салат саламыз. Алдарына қоямыз. Салфетка алдыра кел. Қатты айналып жатсыздар. Влажный салфетка ұмыттаңдаршы, бұда. Влажный салфетка бар. Осы соңынан масайсың да? Бір қасық. Ағалар, қасық вилкілерін шығаршы. қанша минутта келеді? 1-2 минутта келеді, уже дайындалып жатыр, уже кеп Негізі қалды кеп ғой. қалған сияқты, иә? Қараш, келді ма? Машина дауыс шығып жатқан жоқ па? Келген жоқ па, Біз әлі отырмайық. Келді. Жүр, күтіп алайық бірінші. Аға, жүріңіздер. Күтіп алайық, әдемілеп кішкене. Дастархан дайын. 200-мен келді әне. Ал шықсаңыздаршы алдынан. Күтіп алайық, жігіттер келді, әншілер келді. Ратжан, ассалаумалейкум. Командаласын Жағдайыңыз, мә, сіз келеді деп ше ойлаған жоқпыз сіз екен ғой. Қанекең досым, базар жоқ. Сізді осындай ауылға кеп атқанына.
Уағалейкумсалам, брат. Не тойлап жатсыздар? Бүгін көкелерім әйелдеріне, жеңгелерімізге 8 мартқа ештеме сыйламаған, праздник болмаған ғой. Как обычно? Иә, как обычно. Сосын бүгін креатив дедік деп, бүгін бүкіл усилиясын салып жатыр ғой, палатка құрып, аппаратура кеп. Иә. Күнде істеп жатқан сияқты. Тұрар мен Дәкеге мен рахмет айтам. Осы достарымды кездесуге бір күшті тамақ істейміз деп шақырғанда келген үшін рахмет айтқым келіп тұр. Рискованно болды, бірақ келдік. Иә, енді бір андай не бар. Ауылда, ауыл ғой енді өсек сендер келеді деген әңгіме шығып кетті енді. Негізі мен ғана білетінім сол менен шығып кетіп тұр ғой. Таралу бар. Ол үшін жаңағыдай ғой енді оқушылармен кездесіп бір фотоға түсіп мен ешкім сүймеймін. Мектепке барамыз, а? Маған ешкім ұнамайды дейтін бір екі ән айтып сол балалардың батасын алып қайтайық. Бітті. Деген Осы қалжын оқыған мектеп. Қалжың Сіз оқыған мектеп па? өзім оқыған мектеп қой. Тамақ піскенше келесіз. Жоқ, иә, міне қой піскенше как раз барамыз да келеміз. Сонда уақытымыз бір сағат как раз оған дейін магазин ашады, кеттік. Бір-екі өлең айтып бермейсің бе? Айтып беремін. Мен ешкім сүймеймін деп айтшы. Олар жаман тілдейді. Ассалаумағалейкум, қалайсың? Ой, мына жақта деген, ой, біздің ауылдың оқушылары. Саламатсыздар ма? Неге шапалақ ұрмайсыңдар енді? Шапалақ ұрып қойыңыздар, мына жердің ауылға қонақтар келіп жатыр. Енді номер 126-шы мектептің оқушылары жоғары сынып, иә? Жоғары сынып. Енді танисыздар, біздің жерлесіміз әнші қазақ эстрадасының жұлдызы Тұрар деген жігітке бір танисыздар ма негізі? Или әлі кіммен ауырасыңдар ма? Именем. Қасында жігіт танисыңдар ма Тұрардың? Дәке ЗЗ, блогер, бүгін біздің ауылда қонақта. Осы мейрамның қарсаңында сіздермен жүздесу үшін келіп отыр екен. Бір-екі ауыз ағаларыңа сұрақтарың болса қойыңыздар, енді разминка болып кетпесін. Ал, қош келдіңіздер дейміз жігіттер. Бұл енді сырдың жері, қасиетті сырдың жері, енді Тұрардың өзінің де жері ғой. Дәкеге айтып жатыр енді. Бұл қасиетті Қалжан Ахун мекен деген жер, қасиетті топырақ, қаншама азаматтарды төлдеп ұшыраған, қаншама елден, қаншама осы елге қызмет істеп жатқан ұл-қыздарымыз осы жерден шыққан, осы қара шаңырақ 126-шы орта мектеп. Бұл жерде тек қана кездесу, сұрақтарың болса, көкейдегі қызықты сұрақтар болса, ағайларыңыздың өміріндегі білгілерің келетін сұрақтарыңыз болса, мархабат. Музыкаға деген қызығушылығыңыз неден басталды? Мен де осындай мектепте актовый залда өсіп, ең бірінші рет ән айтып бастадым осындай жерде. И сол қызығушылығым сол кезден басталған шығар музыкаға дейін. Барлықтарыңызға сәлем. Бүгін сіздердің алдарыңызда өнер көрсетіп тұрғаныма шын жүректен қуаныштымын. Қиын болса да төзексің неге, басқа біреуге жетпедің неге. Менде өмірдің ертегі, сенің басқаdır сүйміз неге. Ал, ағалар, жеңгелер келе жатыр. Жеңгелерімізге гүл алып күтіп тұргенді. Кепкалар түзеп, әдемленіп. Түзелген битті ғой. Бір көтеріп қойсын. Ой, біздің қатын келе жатыр. Қатын үйі оған бақса. Жыр қанатында, сыр боладында, нұр боладында, әйелден сағында болар. Бойлар кішкентай екен ба? Сен бір гүл тұстап алсаң? Мен қатын қайсың? Әйел ару, әйел жар, әйел ана әлемге, әйел астан, әйел жар, гүл салайын әйелге, әйел ару, әйел жар, әйел ана әлемге, әйел намыс, әйел жар, гүл салайын әйелге, арылы күнде жайнаған Наурыз басталып кетті, көрдің бе? өмірде бірге әйелде 8 март не? мақтанатында мәз Жеңгелеріме болатында праздник істеп жатырмын. жас болатында
бізге қызды көрсетіңдер. Қыз қайда деп құдалыққа келіп тұрса.